Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Жағдайларыңыз жақсы ма? Кейде бір құлағанда дұрыс па деймін да, өйткені андай қасыңда жүрген псевдо достарың, псевдо ағаларың бір жағдайың мүшкіл болғанда, атам айтатын еді бұрынша, әрдайым күшті болып жүруге болмайды, жағдайың бір нашарлау керек деп. Сол кезде айналаңдағы адамдарды көре бастайсың, түсіне бастайсың. Ешкімге қапа емеспін, ешкімге мұқтаж емеспін. Адамға күнімді Алла қаратпаған. Бірақ ана адамдардың істеген қылықтарынан бар ғой, әңгімелерінен бар ғой, просто противно да, братан. Понимаешь? Кімдермен бір стол басында нан жеген мен. Кімдермен нан бөліскен деген ойға кетемін. Аман болайық. Қайырлы күн, қалайсыңдар, қалдарың қалай, амансыңдар ма? Менің осындай шиголым бар, және осындай шиголдар бар. Біз сізде серуген Қостанайдың ішінде. Қай жақта? Қай жерде? Шигол бар. Сол, иә. В общем, күндеріңізге сәттілік, аман болыңдар достар. Кеше түнде баланы емізіп, кеудем ашып қалып кеткен, видимо, и суық тиіп қалған ба, здесь болит сильно, прям қатты ауырып тұр. Ой, что ни день, так приключение. Енді думаю, не істеуге болады. Я только знаю, капуста тартып қоятындығына білем. А что еще можно делать? Прям сильно болит. Суық тиіп, походу. Алёга привез мне капусту. Чтобы сделать өте дәмді салат. Өтір соқпамен подписчиктарыма айтып қойғанмын уже. Капуста тартып деп әкел. Қайырлы күн достар, баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Аман есен Шымкентіме жеттім. Құдай қаласа бүгін кешкісін класстасымыздың баласының сүндет тойы. Соған келдік. Қазақтың тойы бітпесін дегім бізде сестрам бар. Сестрамның жаңа несіне келдік, косметологический. Не дейтін еді, Айжан? Медцентрға келдік. Қазір бүгін кешкісін Астанаға кетеді сестрам. Қазір жұмысын бітірді. Ал біз теодот заказ бердік. Ар жақта қазір сестренкам бар. Үшеуміз. Но не деп ойлайсыздар, теодот. Қазір теодот ішетін боламыз. Алас болсын.